Сәлем достар, бүгін сіздерге ЭКГ-ны ең қарапайым тілде түсіндіретін боламын. Сабақты бастамас бұрын осы ЭКГ суретке мән берейік. Мына суретте сіздер не көріп тұрсыздар? Бұл суретте норма, жалпы ритм синусты нормограммаға жатады, нормограмма. Оны сіздерге келесі уақытта үйрететін боламын. ЧСС санау керек. Мына жерде шамамен 70-75 рет минутына. Дәл осылай талдауды сіздер ЭКГ сабағында үйренетін боласыздар. Ең алдымен нормадан бастайық. Жалпы неден басталады? Біз жүректі 4 камераға бөлеміз. Бұл оң жақ жүрекше, сол жақ жүрекше, оң жақ қарынша және сол жақ қарынша. Жалпы анатомияда осылай бөлінеді. Біз жүрек физиологиясында жүректің өткізгіштік қабілетін білеміз. Ол неден басталады? Ең алдымен бізде жоғарғы қуысты венаның тұсында бізде синоатриалды түйін орналасқан. Ол бізде былайша айтқанда пейсмейкер деп айтады. Сол арқылы импульс басталып, ол бірінші жүрекшені, одан кейін атриовентрикулярлы түйінге барады. Сол түйіннен ары қарай екі қарыншаны иннервировать етеді. Сонда анатомиясы қалай құрылды? Синоатриалды түйін, одан кейін бахман аяқшасы, немесе мына жерде тағы да аяқшалар бар. Сол бахман аяқшасы бізде сол жақ жүрекшені, қалған аяқшалары оң жақ жүрекшені, сол арқылы атриовентрикулярлы түйінге келеді. Бірінші точка бізде синоатриалды түйін, одан кейін атриовентрикулярлы түйін, одан кейін гис шоғыры, атриовентрикулярдан кейін гис шоғырына барады. Гис шоғырынан екі тармаққа бөлінеді. Яғни сол жақ және оң жақ тармағы. Сол жақ, оң жақ тармағы сол аттарына сәйкес екі қарыншаға таралып, сол жерде Пуркине аяқшаларымен аяқталады. Сол жақ қарынша үлкен болғандықтан оны екі тармақ иннервациялайды. Яғни сол жақ алдыңғы және сол жақ артқы тармақ. Жалпы осы ең норма физиология мен анатомия бізде осы. Одан бөлек мынақта мен әдейі ағылшынша мәліметтерді алдым. Сіздер бір жағынан ЭКГ үйренесіздер, екінші жағынан өздеріңіз ағылшын деңгейлеріңізді жақсартасыздар. Міне conduction pathways. Яғни синоатриалды түйіннен басталды, жүрекше, атриовентрикуларлы түйін, гис шоғырына барды, одан оң жақ және сол жақ аяқшаларға бөлінді, одан Пуркине талшықтары және қарыншалардың жиырылуы жүрді. Және сол жақ тармақтың екі бөлінгенін айтылады, алдыңғы және артқы. Енді синоатриалды түйінді біз айта кеттік, яғни жоғары қуысты венаның қасында орналасқан. Ол бізде пейсмейкер және доминантный, яғни бүкіл импульс осы түйіннен басталады. Одан кейін бізде атриовентрикулярлы түйін бар. Ол міне біз орналасадық екінші нүктенің қасында. Ол екі интератриал, яғни екі жүрекшенің аралығында орналасады. Яғни коронарлы синустың ашылатын бағытында орналасқан. Бұл және жүректе импульстың берілу жылдамдығы әр тұсында әртүрлі. Яғни ең бірінші импульс ең тез жүретіні ол яғни гис Пуркине шоғырында, яғни дәл осы жерде бізде импульс өте тез жүретін болады. Одан кейін жүрекшелерде импульстың берілуі жоғарылайды. Одан кейін қарыншаларда және ең соңында атриовентрикулярды түйінде спид, яғни жылдамдықтың ең аз жылдамдық бізде атриовентрикуларлы түйінде орналасқан. Енді ЭКГ-ның өзіне келейік. Жалпы не тішелер, қандай P, QRS деген бәрін талдайтын боламыз. P-wave деген, яғни ең бірінші бізде P-ден басталады. Ол әрдайым жүрекшенің деполяризациясын білдіреді. Деполяризация деген қозуы, қоздырғыштығы дегенді білдіреді. Яғни импульс бізде міне жасылмен белгіленген ғой, міне жасыл тармақтар арқылы импульс беріліп жатыр. Осы импульс берілу барысында бізде пи тізшесі пайда болады. Одан кейін
тішелерден бөлек бізде интервалдар бар. Міне PR интервалы, иә. PR интервалы дегеніміз жүрекшенің деполяризациясынан басталады және қарыншаның деполяризациясына дейін PR интервалы орналасқан. Ол қалыптыда 120-200 миллисекунд уақытта жүреді. Одан кейін QRS комплекс басталады. QRS комплексі ол қарыншалардың деполяризациясы. Тағы да айта кетейік, деполяризация дегеніміз ол жиырылуы, дәл осы тұста импульстың таралуын айтамыз. Бұл бізде қарыншалардың жиырылуы, міне бізде қызыл түспен кетті же, міне қарыншаларға кетті қызыл түс, значит бұл жерде қарынша жиырылып жатыр дегенді білдіреді. Қарыншаларға импульс барып жатыр дегенді білдіреді. Осы тұста бізде мынау көк түсті PR сегменті қалып кетті. PR сегменті ол өткізгіштік жүйе. Жалпы бірінші жүрекше жиырылды, иә, жүрекшеде импульс өтті, ол атриовентрикулярды түйінге келді. Осы жерде неге бізде тек мынандай сызық пайда болды? Неге сызық изолинияда тұр? Себебі бізде осы АБ, яғни гиз шоғырында шамалы тоқтау болады. Былайша айтқанда, гиз шоғыры бізде остановка, иә? АБ түйін ол бізде остановка. Осы жерде импульс сәл тоқтайды, содан кейін барып ол QRS комплексіне қарай жылжиды. Сол QRS комплексіне барған кезде бізде осындай ұзын вольтажды QRS комплексі пайда болады. Одан кейін дәл сол секілді тағы да бір изолиния орналасқан. Ол уже бізде жүрек тоқтады, яғни жүректің барлық бұлшықеттеріне импульс барды, енді жүрек демалу керек. Осы тұста бізде QT интервалы пайда болады. QT интервалы ол қарыншалардың деполяризациясынан басталады. Қарыншалар жиырылады, контракшн, и қарыншалардың реполяризациясы осы QT интервалында жүреді. QT интервалы міне бізде белгіленген. Яғни QT интервалының тұсында бізде үш нәрсе жүрді. Яғни қарыншалардың жиырылуы, қарыншалардың деполяризациясы, олардың механикалық жиырылуы және реполяризациясы. Реполяризация дегеніміз ол босаңсу, импульстың бәсеңдеуі дегенді білдіреді. Ол бізде Т тішесімен береді, Т тішесімен, T-wave. Ол нақта жазылған қарыншалардың реполяризациясы. Бұл тұста егер жүректе ишемия пайда болса, немесе қайталамалы инфаркт пайда болса, бізде Т тішесі төмен қарай кетеді. Т тішесі төмен кетеді. Ол бізде осындай белгілердің әсерінен пайда болады. Ең қарапайым норма ЭКГ мына осы. Нақта отведение дейміз ғой, енді екінші отведение қарасақ, дәл осы көріністі қайталайды. Нақта бізде P тішесі бар, одан кейін QRS және дәл сол секілді T. Сол себепті мынау бізде норма ЭКГ. Енді бүгінгі сабақты қорытындылай кетейік. Біз бүгінгі сабақта не өттік? Жүректің анатомиясын және жүректегі импульстің физиологиясын өттік. Біз ең қарапайым және ең маңызды жерлеріне ғана тоқталдық. Оны ашып айта кетуге болады. Жүрекшенің үш аяқшаларын атап өтуге болады, бірақ ол бізге керек емес. Ең маңызды жерлеріне біз тоқталып кеттік. Қалай импульстің жүретін жолларын, қандай бізде тішелер бар, қандай комплекс бар, қандай сегменттер бар, соның барлығын біз бүгінгі сабақта айтып кеттік. Егер түсініксіз жерлері болса, комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Ұнаған болса, лайк басып, ЭКГ-ны оқығысы келіп жүрген достарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады.